Barchaga salom dostlar, sizlerмен sport жаңалыктар видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Хайма Муңне Жәнібек Әлемханұлымен титулды жекпе-жектен бас тартты. Дүниежүзілік бокс ұйымының WBO бас кеңесшісі Густаво Альвейре мексикалық боксшы Хайма Муңне WBO нұсқасы бойынша орта салмақтағы әлем чемпионы Жәнібек Әлемханұлымен жекпе-жектен ресми түрде бас тартқаны растады деп хабарлайды. Біз Хайма Муңняны Занфер боксинг және Golden Boy промоушен бірлескен промоутерлік арқылы орта салмақтағы чемпионмыз. Жәнібек Әлемханұлымен міндетті титулды жекпе-жекті өткізуден бас тартқаны растай аламыз. Біз Жәнібек өкілдері бұл шешім туралы хабарладық, дейді Альвейре. Шолусы Boxing.com Джек Донован қазіргі жағдайға түсініктеме берді. Бұл Муңне енді WBO титулының міндетті үміткер мәртебесінде қалмайды дегенді білдіреді. Әлемханұлы келесі үміткерлермен жекпе-жек шығу немесе жеңілмеген қазақстандық боксшы өз еркімен қорғану үшін қарсыласын таңдауы еркін болуы мүмкін екендігін әлі шешілгені жоқ. Бұл қазіргі орта салмақтағы WBO әлем чемпионы атағы өз таңдауы бойынша қарсыласын қарсы күресіз қалатын тағы бір сценарийді білдіреді. Жәнібек Әлемханұлы қарсыластарын қалған деңгейі туралы кезекті мәлімдеме жасады. Головкиннің жекпе-жегі үшін ең жақсы нұсқа аталды. Жәнібек Әлемханұлы титулды бірінші рет қорғағаннан кейін The Ring рейтингінде орын алды. Салмақтағы әлем чемпионы Головкин мен Әлемханұлы Канеломен жекпе-жегі жол көрсетті. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.